Сәлеметсіздер ме, құрметті білімгерлер? Қазақ әдебиеті пәні бойынша онлайн сабағымызға қош келдіңіздер. Бүгін біз сіздермен парасат пайымы деп аталатын бөліміміздегі Айгүл Кемелбаева деген тұлғамызбен таныс боламыз. Өмірімен және шығармашылығымен таныс боламыз. Сабағымызды бастамас бұрын бүгінгі сабақтың мақсаттары мен бағалау критерийлеріне тоқталып кетсек. Бүгінгі сабағымыздың мақсаты көркем шығарманың мазмұны мен пішінін, әдеби шығарманың тұжырымдамасын түсіндіру. Әдеби шығармаға сюжеттік композициялық талдау жасау арқылы идеялық мазмұнын түсінеді, әдеби шығарманың жанрлық табиғатын анықтайды. Осы мақсатқа жету үшін біз сіздермен алдағы берілген тапсырмаларды жақсы орындап меңгеріп шығуымыз керек. Айгүл Жолдасбайқызы Кемелбаева жазушы, әдебиеттанушы, кинодраматург, эссеші. Қазақ әдебиетінде кейіннен тұлға болып қалыптасқан жандардың бірі. Біз көбінше Абай, Ыбырайларды білсек, қазіргі таңдағы жас ақын әдебиеттанушыларымызда біліп жүруіміз абзал екен. Айгүл Кемелбаева 21 наурызда 1965 жылы Шығыс Қазақстан облысы Семей өңірі Абай ауданы Құндызды ауылында дүниеге келген. Жазушы, әдебиеттанушы, кинодраматург және эссеші. Айгүл Кемелбаева кинодраматургия саласындағы, соның ішіндегі эссе мамандығына, эссенің жазуындағы ең бір білікті, білімді, тәжірибелі мамандардың бірі. бір 1982 жылы Қазақ ортақ мектебін бітірген. 1984-1987 жылы Қазақ мемлекеттік университеттің журналистика факультетінің 3-ші курсын оқыды. 1989-1994 жылдары Москвадағы Горький атындағы әдебиет институтының проза бөлімінде оқып бітірген. Мамандығы әдеби қызметкер. жылдан бастап Қазақстан Жазушылар одағының мүшесі болған. Баспасөзде 300-ден аса әдебиеттану мақалалары, эссе, аудармалары жарық көрген. 3 прозалық кітап, 2 әдебиеттану эстетикалық кітабының авторы. Отбасында 2 қызы бар. Әңгімелері орыс, түрік, әзірбайжан, неміс тілінде аударылған. Романы ағылшын тіліне аударылған. Антологияға енген бір әңгімесі Біріккен ұлттар ұйымының 6 тілде шыққан: орыс, ағылшын, француз, араб, қытай және испан тілдерінде. Фильмдеріне келетін болсақ, Айгүл Кемелбаева тек қана әдебиеттану ғылымына өзінің үлесін ғана қосып кетпей,
кинодраматургия, кино саласының дамуына да өзінің бір кісі септігін тигізген жандардың бірі десек те болады. Кино әлемінде түскен фильмдері, жазған фильмдері «Күнә», Мағжан Жұмабаевтың «Шолпанның күнәсі» атты әңгімесі бойынша Шәкен Айманов атындағы қазақ фильмінде түсірген. Режиссері Болат Шәріп 2005 жылы. Сұлтан Оразалиннің деректі фильмі 2013 жылы. Сүлеймен Асқараев деректі фильмі 2012 жылы. Және де Жиенбет жырау деректі фильм 2014 жылы. Сонымен қатар Айгүл Кемелбаева айтып кеткеніміздей, кино саласында да өзінің септігін тигізген тұлғаларымыздың кино саласының дамуына өзінің бір үлесін қосқан жандардың бірі десек те болады. Осыншама жасқа келсе де көптеген білімдерімен сусындап, көптеген биік шыңдарды бағындырған, жаста болса көптеген белестерді басынан өткізген жандардың бірі десек те болады. Және де одан бөлек, фильмдерінен бөлек көптеген әдеби сыйлықтардың лауреаты, жеңімпаздары атанған. 1983 жылы Жалын баспасының республикалық жабық конкурсында балалар әдебиетіне арналған 2-ші жүлде иегері. 1996 жылы Сароз Қазақстан дебют конкурсының лауреаты атанған. 1997 жылы Мұхтар Әуезовтің 100 жылдық мерейтойын құрметіне арналған творчестволық конкурстың 3-ші орын иегері. 1998 жылы Жастар одағы мен журналистика одағының Баубек Бұлқышев атындағы сыйлығының лауреаты. Және де 1999 жылдан бері жазушыларға берілетін президенттік стипендияның бірнеше мәрте иегері. Және 2000 жылы Дарын мемлекеттік жастар сыйлығының лауреаты атанған. Әдеби сыйлықтарының тізіміне қарап, біз Айгүл Кемелбаеваның білікті, білімді болғаннан былай тұрсын осы сыйлықтарды алу жолында көптеген еңбек еткенін көріп отырмыз. Атап өтсақ, бұл деген әдеби сыйлықтарының небәрі жартысы ғана. Бұдан да бөлек Айгүл Кемелбаева көптеген орындардың иегері атанып, соның ішіндегі президенттік стипендияның бірнеше мәрте алған жандардың бірі десек те болады. Соның ішіндегі Дарын мемлекеттік жастар сыйлығының лауреаты атанған. Жастар одағы мен журналистер одағының, соның ішінде Баубек Бұлқышев атындағы сыйлықтың лауреаты болған. Жалын баспасының республикалық конкурсының әдебиет жағынан арналған 2-ші жүлделі иегері болған. Және де Мұхтар Әуезовтің 100 жылдық мерейтойына арналған творчестволық конкурста 3-ші орын иеленіп, әлемге, Қазақстанды бүкіл әлемге танытты десек те болады. Өзін мықты бір білікті маман ретінде көрсете алды. Бүгінгі сабағымызды қорытындылай келе, бүгін біз сіздермен Айгүл Кемелбаева деп аталатын драматургия саласына, кинодраматург, әдебиеттанушы, эссе жазатын жандардың бірі екенін танып білдік. Бүгінгі сабағымыз осымен аяқталды.